Бүгін белгілі актер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Есболған Жайсаңбаевтың туған күні. Атаулы күнге орай біз өнер иесінің шаңырағына келдік. Қайырлы таң, Салиха апай. Бүгін көзі тірі болғанда Есболған ағамыз 75 жасқа толар еді. Жалпы ол кісі туған күнді қалай атап өтетін еді? Туған күн онша, білмеймін енді, онша қуана да қоймайды әйтеуір. Өзі сондай бір тұйық адам ғой шында да. Жақсылықты да, басқа несінде ішіне жинайды. Бұлай ашылып, өзі жарылып сөйлемейді да. Өйткені мен ойлаймын, сондай адамдар өте ақылды ма деп. Енді әрине туған күндерін атап өтетұғымыз өзіміз енді тірі кезінде. Тірі кезінде балаларым келеді. Балалар үйде болды ғой енді о кездерде. Бала шағамызбен отырып, сол онда қарындасы да болды, қолымызда оқыды. Қарындасы, күйеу баласы, іні қарындастарының бәрі біздің үйде оқыды, осы үйде. Солар жабылып дастарқан жайып, әлгі қарындасы бәрі осы жайнатып жіберетін дастарқан. Туған күнде тірі сияқты жиналамыз жанымыз. Тірі сияқты баяу өзіміз, ол балалар кесін келмесе стол жасап қоям, шелпегімді пісіріп қоям. Сонымен әкесі тірідей отырып бәрі тамақ ішеді. Немерелерім айтып отырады, ойбай, атам тірі болғанда сөйтетін еді, атам биткен еді, атам тірі болғанда мына машинаның алдын отыратын еді дейді. Соған қуанам мінекей. Аталарын өте бағалайды бұлар. Есболған аға өзі әзіл қалжыңға жақын жүрген жерін думандатып жүретін азамат болған деседі. Бір қызықты жайтты есіңізге түсіріп айтып бере аласыз ба? Біздер ауылға жас кезімізде көп жерге араладық қой. Нарынқол болсын, Қызылорда болсын, Шымкент болсын, бәрін аралайтығымыз. Соны Нарынқолға бара қалдық. Содан кейін әлгі келіншектер қой, ойбай, мына бала қай жердік, ойбай, қай жерді қыз алдың деп еді. Ойбай, сіздердің қыздарыңызды алдым ғой, мына Салиха сіздердің қыздарыңыз. Ана төркініне келіп отыр деп еді. Ой, жүгәрмек. Онда ақша сал ана табаққа деп. Келіп табақты бермеді, Есболған ақша сала бастады. Салып ақшаны, ой, рахмет, не, күйеу бала осындай бол. Сол келгеннен бастап мына Нарынқолға жетіп, біз кеткенше ақша салды ғой. Қашанғы салады енді? Бір күні, күнде салады. Сонда Есболған ақшасы бар ма енді? 7 сом 7 тиын ба бірдеңеді салып, ой, жүгәрмек бізді қайыршы деп тұрсың ба деп. Ой, бір май қалай тауып кеткендейім. Әй, мына жүгәрмекке қалай тиіпсің, мына 7 тиын несі, біз қайыршы салай деп содан. Салиха берші бірдеңені ақырын бері қойып бетіп. Табаққа салып, соның енді тапқырлығы. Студент кездеріңізде сізге ол кісі сезімін білдіре алмай, әдемілеп бір хатқа жазып жеткізген екен. Сол хаттар сізде сақтаулы ма? Алғашқы хатын алғанда біз бір жылдықты бітірдік, бірінші курста. Сол кезден енді бір-бірімізде енді менің де жүрегімде де бірдеңе болған жылдық. Соны кейін әлгі вечерде билейміз, өйтеміз, бүйтеміз. Сол кезде кішкене жүрегіне шоқ түскен болу керек, әрине. Есболған өте ақылды. Өте жүрегі нәзік, сондай бір асыл азамат өзінің бауырына тартып алды ғой. Сол енді мен бұлғақтап жүргенде бұл жазған ғой, енді не айта алмайды. Естің алына шығарып салады да тұрады. Егетшар деп кетіп қалам. Қарасам әлі тұрады соны. Сөйтіп енді өзінің жүрегіндегі бүкіл нелерін сол қағаз бетіне түсірген, көрдің ба? Мінекей, сол кездегі тазалық. Ең құрғанда оқып шық деп сөйтіп маған өтініш жасапты. Сен енді күлме, күлкілі жерін анау-мынау мазақтама деген ғой. Оқып шықтым, оқып шыққаннан кейін енді менде жүрек бар ғой енді кішкене. Түсініп, кішкене жүрегім, менде жүрегім қозғала бастады. Сөйте бірімізге үйреніп, 2 жыл оқып, Есболғанға күйеуге шықтық. Шаңырақ көтеріп, тауба. Сол енді сол қазір мына неде өзіміздің музейге өткізіп қойды. Енді оның бәрі мына кітапқа шықты. Әлия Бөпежанова бір несін сөзін қалдырмай, әшейін сөзі өшпегенде, ойпырмай жазуы керемет. Өшпеген моншақтай қып тізгенде, әлгі маржандай қып. Соның бәрі қағаз бетіне түсті. Жоғалтпаппын оны. Анау сол шкафта тұрған бір күні ана келінім оқып отыр. Ойбай әкелді үй алып, мен ана ішіне сақ қойдым. Соны жоғалтқам жоқ қызым, айналайын. Есболғанның әруағы риза болсын. Сол маған махаббаты деген, маған сенімі деген, өзі кетіп қалса да мінекей маған сеніп, осы шаңырақты Салиха ұстап отырады. Балаларға ие болады деп тастап кеткен шығар. Сіз де актрисасыз. Үйде рөл дайындағанда екеуіңіз бір-біріңізге көмектесетін бе едіңіздер? Бір емес, бірнеше спектакльде екеуміз бірге ойнадық. Түнгі сарында ол Нұрқанды ойнаса, мен Мөржанды ойнадым. Майрада ол Бақтиярды ойнаса, мен Айбаршаны ойнадым. Аңсаған менің әнімсің деп ол әлгі Сейітті ойнаса, мен кішкентай почтальон қыз жүгіріп шығады. Сейіт деп. Анады бар ғой альбомда. Соны ойнадым.
Ажар мен ажалда мен бойжеткен қызды ойнадым, ол жатайды ойнады. Сол бірнеше спектакльді бірге ойнадық. Сонда енді үйге келіп әрине енді үйіміз кішкентай тар толған адам, оның қарындасы інісі менің толған адам. Қайда дайындаламыз? Кейде бір даусымыз шығып кетеді айғайлап енді шынында да. Ана Бақтияр ананың артынан жүгіреді, мен оған бірден айғайлап бір нетем, мен Дүрбеттің артынан жүгіріп жүрмін, ол менің артынан жүгіреді. Содан ертең көршілер айтады, екеуің жап-жас ұрысып жатсыңдар ма дейді. Түсінбейді ғой. Сол Есболғанның бар кезіндегі менің өмірім өте қызық. Мен оған қуанам. Жетіп жатыр ма? Үйімізде түк жоқ көшікпегенде. 3 комнат алдық деп, балам доп теуіп жүр, шыңғысым осы үйде. Аны үйде мұныға жататын бір төсегіміз де жоқ даже мінекей. Келдік, қасығымыз бар, қас тәрелкеміз бар, бітті. Соған мәзбіз. Соның өзі бақыт. Бақыт деген сол қызым. Театрда екеуіңіз көп деген қойылымдарда бірге ойнадыңыздар. Жұмыста да, мысалы, үйде де, түзде де дейміз. Бірге жүрудің жақсылығы қандай еді, болмаса кедергісі бар ма еді? Партнер болып, бір-бірімізге дайындалып, ол мына тіл жағынан, көмек сөз жағынан маған көмектесті. Көп көмектесті Есболған. Өйткені сабырлы, ақылды, анау спектакльдің астарын ашу деген, мынау қандай характер, мынау мінездеме, бір рөл жасау үшін оған бір адамның өмірін ойнайсың ғой, соған көмектесті. Өте жақсы ол. Гастрольге бірге барамыз, бірге келеміз, енді балаларға көмектесті, қайсыңдың болды, қайным болды, айналайындар. Осылар көмектесті, сондықтан біз жұмыстан қағам жоқ. 3 айдан кейін жұмысқа шығып кетем. 5 айда ауылға беріп жібердім. Мен еме, кішкентай баламды емшектен Москваға барам деп. Көрдің ба мінекей? 3 жыл тәрбиелеп өсірдіңіздер. Есболған ағаның бала тәрбиесінде қандай да бір ұстанған қағидасы болды ма? Енді ол Есболған өзі балалар тәрбиелігінде мына білім жағына мына өзі математика, физиканы шемішке шығатын. Біздің балалар оқуға түсеміз деп бесе ауылдан, алдымен менен өттісі менсінбейді. Өйткені физика мен математика ғой алдымнен білу деген мысалы. Содан мына Есболған, менің 2 балам да математикаға жақсы, Шыңғысым да, Мұқтарым да. Есболғанды ешкім ұмытпайды. Театрда да өздеріңде жылда көрсетіп жатырсыңдар Есболған. Мына журналға, газетке шығып жатады Есболғанды, халық ұмытпайды мінекей. Салиха апай, сіздің әңгімеңізге үлкен рахмет. Отбасыңызға амандық тілейміз, немере шөберелеріңіздің қызығын көре беріңіз. Құрметті көрермен, Таңшолпанда қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, белгілі актер Есболған Жайсаңбаевтың жары Салиха Қожақова. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.